Сәлем достар, сіздермен мен Гаухар. Мен бүгін сіздерге картошкадан дайындалатын тағамның рецептін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Және де менің каналымда айранды ұйыту туралы видео бар. Келесі видеоны мен піскен айранға арнағым келіп отыр. Әлде арнама тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, тіркеліп алыңыз. Тіске басар тамағымызды дайындау үшін ең алдымен бізге 3-4 картошка керек, оны жуып тазалап аламыз. Газға қойып, қайнатып, пісіріп аламыз. Дайын болған картошкамыздың сыртын тазалап ашып, тазаланған картошкамызды езіп, езілген картошкамыздың үстінен дәміне қарата тұзымызды салып, тағы да оны езіп араластырамыз. Оның үстіне 3-4 қасық ұнымызды салып, қамыр илейміз. Иленген қамырымызды тақтайдың үстіне түсіре отырып, оны сопақшалап аламыз да 3-4 бөлікке бөліп аламыз. Әрбір бөлінген бөлігін домалақтап аламыз. Бөліктерге бөлінген қамырымызды қолымыздың көмегімен чуқалап, жайып, осындай бір немен кесіп аламыз. Насаткамен. Қызып тұрған майға тіске басарларымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Енді тіске басарымыздың соусын дайындау үшін ең алдымен бізге айран керек. Ол айранның үстіне 2 бас чесногымызды теркадан өткізіп саламыз. Үстінен шым-шым тұзымызды салып, соусымызды араластырамыз. Осымен тіске басарымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркеліп, лайк, комментарий басып кетсеңіздер, риза болып қаламын.